Сәлем баршаға, достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өзімнің каналымда көріп тұрғаныма өте қатты қуаныштымын. Каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгінгі кезекті мастер-классымды ұсынғалы отырмын. Бір жасағаннан керемет болып шығатын жұмсақ әрі дәмді творог қосылған рогаликке міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен достар, біз таза ыдысымызға шекерімізді саламыз, одан кейін жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүтімізді 2 стакан құйып, жақсылап бір араластырып жібереміз де майымызды құямыз. Яғни біздегі сұйық май. Соны құйып, сосын достар, біз майды құйып болғаннан кейін азғантай тұз саламыз, жақсылап араластырып жібереміз. Кезекте бізде ұнға қопсытқышты қосып бірге салдым, сосын азғантай дрожж саламын. Одан кейін кішкене ванилин салсам, дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде ванилин қосыңыздар. Осылай ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Біздің қамырымыз дайын. Осылай бетін жауып қоямыз. Жылы жерге 1,5 сағатқа қойсақ, достар, мінекей осылай көпсіп әдемі болып ашып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді мен суалаға бөлдім. Менде бұл 3 суала шықты. Сосын осылай жайып, барлығын кереметтей етіп кесіп шықтым. Мінекей, және де мен салмасына творог қостым. Творогқа азырақ сахарды араластырдым. Екеуін жақсылап араластырып қойып, қамырымды әдемілеп кесіп алған соң, арасына осылай салдым. Барлығының осылай бас жағына саламыз. Сосын қысып орап шығамыз.
Біз листімізге пергамент қағазын төсеп, барлығын жайғастырып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды жарып, бетіне осылай текстеп жағып шығамыз да, сосын бетіне мен сахарды себелеп шықтым. Сіздер өз қалауыңыз бойынша мак сепсеңіздер де, күнжут сепсеңіздер де болады. Сосын достар, бұны біз 180 градуста кемінде 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің рогаликиім өте керемет болып пісті. Қараңыздаршы, жұмсақ, басасың қайта орнына келеді. Дәмі деген енді керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге мен керемет рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай. Міндетті түрде жасап көріңіздер.